Бас ауруы көп адамдарда кездесетін, адамға уақытша қолайсыздық тудыратын жағдайлардың бірі. Бас ауруын үй жағдайында табиғи өнімдермен емдеу жолын ұсынамыз. Арнаға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Бірінші кеңес: картопты алдын ала үкіштен өткізіп, матамен сүзіп алып, шырынын аламыз. Дайын болған шырынды тамақ ішер алдында ас қасықпен күніне 3 мезгіл қабылдайды. 7-10 күндей ішуге болады. Екінші кеңес: шайқорайды 15 минут қайнатып, сүзгіден өткізіп аламыз. Күніне 3 ас қасықтан 3 мезгіл тамақ алдында ішеді. 4-5 күн ішуге болады. Үшінші кеңес: лимон қабығын аршып алып, ылғал жағымен самай тұсына 5-10 минуттай басып отырады. Сол жердің терісі қызарғанда, бастың ауырғаны да тарай бастайды. Төртінші кеңес: жоңышқа тұнбасын дайындаймыз. 1 ас қасық жоңышқа гүлін 1 стакан ыстық суға қайнатып, 30 минут тұнғаннан кейін сүзгіден өткізіп алады. Осы тұнбаны күніне 3 мезгіл 100 граммнан қабылдау керек. Бесінші кеңес: ваннаға ыстық су құйып, оған 3-4 ас қасық қыша салып, араластырамыз. Аяқты салып, қыздырамыз. Осы кезде маңдайға салқын грелка қою керек. Бас және сұқ саусақпен самайыңызға массаж жасау керек. 1 минут сағат тіліне қарай, 1 минут керісінше жасау керек. Осы айтылған кеңестер пайдаңызға жарасын. Назар аударғаныңызға рахмет.